осындай бобинчик немесе осындай бахрама жасау үшін біз мынандай өзіміздің күнделікті қолданып жүрген телефонымызды аламыз да біз мынандай жіпті бүйтіп айналдыра орап аламыз. Міне. Орап алғаннан кейін біз ортасын былай қатты байлап аламыз. Міне, байлап алғаннан кейін біз оны екіге бүктейміз. Міне, содан кейін бір жібімізді қалдырып, екінші жібімізді осыны айналдырамыз. Бүйтіп түйіндейміз. Мына астынан шығарып, бұлай түйіндейміз. Сіз өзіңізге қажетті ұзындықты өзіңізге, бізде мына жерде 7 сантиметр ұзындықты алдық. Сөйтіп бүйтіп түйіндейміз. Міне. Бүйтіп тартып, түйіндеп, бір жібімізді қалдырып, екінші жібімізді тартып, тағы да түйіндейміз. Міне. Арасынан бұлай шалып өтеміз. Міне. Көрдіңіздер ме? Әлсінасын өзіңізге әдемі болу үшін бүйтіп қолыңыздармен жөндеп әдемілеп отырасыздар. Тағы да түйіндейміз. Міне. Осылай түйіндеп болғаннан кейін, мына қалған жібімізді осы түйіннің арасына жібереміз, немесе бүйтіп осыған салбыратып жүруге де болады. Содан кейін біз артық ұзындықтарды тегістеп қиямыз. Мысалысын мен қазір бүйтіп ұзындық бойынша артығын қиып тастаймыз. Сол кезде бізде мынандай бобинчик болып шықты.